Саламатсыздар ма, құрметті 4-ші сынып оқушылары? Мен Алакөл ауданы, Үшарал қаласы, Абай атындағы Қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Мамырбекова Күлшат Дәулетқызы. Қазір бізде математика сабағы, 151-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы құрама есептер, Байқоңыр ғарыш айлағы. Тарауымыз ғарышқа саяхат. Балалар, сабақтың мақсаты бүгін сендер әртүрлі құрама есептердің қысқаша шартын құрай аласыңдар. Сызба бойынша теңдеу құрып, оны шығара аласыңдар. Сабаққа бар зейінімізді аудару үшін мен сендерге жұмбақ өлең жасырғым келіп отыр. Көлден ұшты 50 қаз, қайтып қонды 20 қаз. Қонбады оның нешеуі, қане кім шешеді? Жақсы, 30 қаз екен. Аулада 60 үйрек, қорада 20 үйрек. 10 үйрек тығылды, 10 үйрек жығылды. Қалғаны неше үйрек? Тамаша, 70 үйрек екен. Балалар, осы біз Байқоңыр ғарыш айлағы туралы білетінімізді еске түсіріп, ортаға салып, бөлісіп көрейікші қане? Жақсы, олай болса балалар, мына бір Байқоңыр туралы бейне сюжетке назар аударайық. Байқоңыр туралы тыңдаңдар. Ғарыш алаңын салу үшін Байқоңырды таңдап алу кезінде бұл жердің елді мекендерден қашықтығы, зымыран ұшырудың қауіпсіздігі, қайтып оралатын ғарыштық нысандар үшін қолайлы қону аймағының болуы сияқты жағдайы ескерілді. Байқоңырдың басты және көмекші нысандары мен қызмет ету орындары кең аймаққа орналасқан. Олар бір-бірімен автомобиль жолдары және темір жол арқылы байланысқан. Байқоңырдың негізгі нысандарына техникалық тұғырлар, старттық кешендер мен ұшу трассасының бойындағы өлшеу бекеттері, ғарыш алаңына түрлі жүктерді жеткізетін кірме жолдар, көмекші және қызмет көрсету нысандарына отын, жанармай сақтайтын алаң, энергия және сумен қамтамасыз ететін жүйелер, байланыс жүйесі, телевизия, тағы да басқасы жатады. Байқоңырда зымыран тасығыштың әрбір түріне сәйкес бірнеше техникалық тұғырлар және олардың әрқайсына арналып бірнеше старттық кешендер салынған. Байқоңыр әлемдегі ең ірі жер беті ғылыми ғарыш полигоны болып табылады. Оның басты және көмекші нысандарының жалпы ауданы 6717 шаршы шақырым. Жақсы, осындағы ауданда енді біз балалар кіші өлшем бірліктермен өрнектеп жазайық. Мысалы, метрмен, гектармен, армен өрнектеп жаза қояйық. Дұрыс жауабы былай екен. 6717 шаршы километрде 6 миллиард 717 миллион шаршы метр бар екен. Гектармен өрнектегенде 671.700 гектар бар екен. Ал армен есептесек 67 миллион 170 мың ар бар екен. Жақсы, балалар, олай болса, оқулығымызды аша қояйық. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Ол жерде біз 81-ші беттегі номер 3-ші есепке назар аударайық. Ол жерде не дейді бізге? Есепті теңдеу құрып шығар дейді. Берілгені былай екен балалар. Ғарыш айлақтың қызметкерлеріне аумақты қарау үшін 60 километр жол жүру керек еді. Олар 15 километр сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Олар әлі қанша километр жол жүруі тиіс. Балалар, қарап отырсақ, бұл жерде бізге сызба берілген. Сол сызба бойынша сызбаға назар аудар. Сызба бойынша теңдеу құр, теңдеуді шеш, жауабын жаз. Қане шығара қояйық. Яғни біз теңдеу құрғанда былай екен. 15 километр сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді дегенді біз 15 көбейтілген 2 деп аламыз.
оған қосамыз белгісіз. Қанша жүру керек екенін бізге белгісіз ғой. Тең жүру керек санды 60 деп мәніне жазып аламыз. Енді осы күрделі теңдеу шықты, иә? Екі амалмен орындалатын теңдеу бізде күрделі теңдеу. Енді осыны қарапайым теңдеуге айналдырып алайық. 15 пен 2-нің көбейтіндісін 30 деп жазып аламыз. Оған белгісіз санымызды қосамыз, тең 60 деп мәнін жазамыз. Яғни осы қосындының мәнін, осы қосындыдағы екінші қосылғышты біз табуымыз керек. Ол үшін белгісіз санды теңдіктің сол жағына қоямыз да, теңдіктің оң жағына біз бірінші қосылғышты әкеп аламыз. Теңдіктің сол оң жағына бірінші қосылғыш келгенде біздің таңбамыз өзгереді екен. Яғни азайту амал орындалады, иә, біз жерде балалар бізде. Сонда біздегі 60 пен 30-дың айырмасы 30 екен. Сонда біздің белгісіз санымыз 30-ға тең болып тұр. Енді одан әрі біз теңдеуді тексеріп көрейік балалар. 15 көбейтілген 2 қосылған жаңағы белгісіз санымыздың орнына 30-да кеп қоямыз. Сонда тең болады, мәні 60-ға тең екен. Енді қарап отырсақ, балалар теңдіктің екі жағы да тең есті ғой. 60 тең 60 болды. Сонда біздің жауабымыз қалай екен балалар? Олар әлі 30 километр жол жүру керек екен. Сендер де осылай шығарып отырғандарыңа сенімдімін. Келесі тапсырма. Оқулықтағы 82-ші беттегі номер 7-ші тапсырманы орындай қояйық, балалар. Онда бізде берілгенде не дейді? Қалада ғарыш туралы фильм жүріп жатыр. Кинотеатр кассасында бір күнде 4000 билет сатылды. Оның таңертеңгі сеансына 350 билет, ал күндізгі сеансына таңертеңгіге қарағанда 3 есе артық билет сатылды. Ал қалғаны кешкі сеансқа сатылды. Кешкі сеансқа қанша билет сатылды дейді. Есептің қысқаша шартын құра, сұрағын анықта, шешуін тап, жауабын жаз. Яғни бізде қысқаша шарты былай екен балалар. Сатылды 4000 билет, таңертеңгі сеансқа 350 билет сатылды, күндізгі сеансқа белгісіз, бірақ таңертеңгі сеансқа қарағанда 3 есе артық билет сатылды. Кешкі сеансқа қалғаны сатылды. Яғни кешкі сеансқа бізде қанша билет сатылғаны белгісіз болды. Енді балалар одан әрі біз қалай шығарамыз? Жаңағы күндізгі билеттің санын тауып аламыз алдымен. Яғни 350-ді 3-ке еселейміз. 3 есе артық деп тұр ғой таңертеңгіден. 350-ді 3-ке еселегенде бізде көбейткенде 1050. Яғни күндізгі билеттің саны 1050 екен. Енді күндізгі билеттің санына таңертеңгі билеттің санын қосамыз. 1050-ге 350-ді қосқанда бізде 1400 билет таңертеңгі мен күндізгеге сатылған екен. Енді осы билет екі уақыттағы сатылған билеттің санын біз барлық сатылған билеттің санынан алып тастаймыз. 4000-нан 1400 алып тастасақ, бізде 2600 қалады екен. Сонда балалар бізде жауабы кешкі сеансқа 2600 билет сатылған екен. Жақсы балалар, енді кері байланысты біз жетістік баспалдағы арқылы береміз. Дәптерлерімізге осындай баспалдақ сызамыз. Сол баспалдаққа өзіңнің бүгінгі сабақтағы алған білімдеріңді белгілейсіңдер. 4 саты тұрған соған белгілейсіңдер. Яғни сабағымыздың мақсатына оралсақ, балалар, сабағымыздың мен әртүрлі құрама есептерінің қысқаша шартын құрай аламын. Мен әртүрлі құрама есептерді сызба бойынша теңдеу құрып шығара аламын. Сонымен балалар, үйге тапсырма. Оқулықтағы 82-ші беттегі 9-шы есепті үйге ала қоямыз. Онда біз бұл қалай шығарамыз? Есептің қысқаша шартын құрайсыңдар, сұрағын анықтайсыңдар, шешуін табасыңдар, жауабын жазасыңдар. Сонымен балалар, математика сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.